Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Алматы полиграфия колледжі өндірістік оқыту шебері Дүйсенбай Нұрдана Сәрсенбай қызы. Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгін 27 қазан 2020 жыл. Сабақтың тақырыбы ротациялық машина воронкасындағы машиналық бүктеу. Сабақтың мақсаты: студенттерді ротациялық машинамен таныстыру, ротациялық бүктеу машинасының жұмыс істеу принципін түсіндіру, студенттерді ұқыптылыққа үйрету, мамандыққа қызығушылықты арттыру. Парақтарды машиналық бүктеу. Бүктеу процесі қазіргі кезде толығымен автоматтандырылған және фальц машиналар мен рулонды ротациялық машинаның фальц аппараттарында жүзеге асады. Бүктеу операциясының екі түрі бар: қолмен бүктеу және машиналық бүктеу. Қолмен бүктеу қазіргі таңда өте сирек, көбінесе аз таралымды өнімдер даярлағанда қолданылады. Машиналық немесе автоматты бүктеу арнайы жабдықтың көмегімен іске асады. Фальц машиналар, бүктемелеуші аппараттар. Мұндай бүктемелейтін машиналар кез келген бүгілім санын тез әрі түзу орындай алады. Дегенмен, автоматты бүктеуді тығыздығы 170 грамм метр квадраттан аспайтын парақтарды бүктеуге болады. Одан қалың парақтарды бүктеу үшін алдын ала бүгілім ізін салып алу керек. Ротациялық машина. Басу аппараты цилиндрлік типте жасалған типографиялық басылымға арналған жабдық. Алғаш рет ротациялық машинаны 1810 жылы Фридрих Йоган Кёниг ойлап тапқан. Ол көп таралымды басылым өнімдерін басып шығаруға арналған және өнімділігі өте жоғары. Парақтық және рулондық түрлері бар. Парақтық машинада тиісті форматқа кесілген парақтармен жұмыс жасайтын болса, рулонды машинада кесу операциясы парақтар машинадан шыққанда жүзеге асады. Рулонды ротациялық машиналар шамамен сағатына 102.000 оттискке дейін басып шығара алады. Бұл машиналар ең ірі габаритті және ең ауыр. Сонымен қатар технологиялық мүмкіндіктері жоғары. Мысалы, рулонды ротациялық машинада өнімді басады, бүктейді, жинақтайды, кеседі және сыммен тігеді. Рулонды машиналардың парақты машиналардан айырмашылығы ең алдымен өнімділігі жоғары болады. Және де арзанырақ рулонды материалда және жұқалау қағазда басу мүмкіндігі бар. Бірдей циклда басу операцияларын ғана емес, сонымен қатар басқа технологиялық операцияларды орындау мүмкіндігі. Мысалы, бүктеу, кесу, сыммен тігу, перфорация. Сол себепті бұл машиналарды ағымды желілер немесе агрегаттар деп те атауға болады. Рулонды машиналардың парақтық машиналармен салыстырғанда мынадай кемшіліктері бар. Басылым өнімінің форматын өзгертудің шектеулі мүмкіндіктері, жұмыс жылдамдығының төмендігі, аз таралымды өнімдер басуда үнемсіздігі. Рулонды басу машиналарының қолданылу аясы. Бірінші, таралым саны көп журналдар басуда. Екінші, газет өнімдерін басуда. Үшінші, таралым саны көп кітап өнімдерін басуда қолданылады. Рулонды машинаның құрылымы. Қағаз рулондарын беретін, шешетін системасы бар рулондық зарядтау құрылғысы. Әртүрлі өнімдер алуға бағытталған бүктеу аппараты. Қағаз лентасын өткізу жүйесі. Машинаның механикалық және электрлік жетек күштерінің жүйесі. Бірінші суретке назар аударсаңыздар, рулонды ротациялық басу машинасының технологиялық операциялық схемасы көрсетілген. Екінші суретте рулонды ротациялық машинаның құрылымдық схемасы көрсетілген. Бұл жерде бірінші рулон, екінші амортизациялық білікше, үшінші шаңсорғыш құрылғы, төртінші басу цилиндрі,
5-ші формалық цилиндр, 6-ші басу формасы, 7-ші бояу аппараты, 8 бен 9-ші цилиндрлер, 10-ші бояу аппараты, 11-ші кептіру құрылғысы, 12-ші дискілі пышақ, 13-ші воронка, 14-ші бүктеу кесу құрылғысы. Бұл машиналардың кемшіліктері: үлкен габариттілігі, қағаз бен бояудың тозаңдануы, қағаз лентасын тарту кезіндегі ауытқулар, шудың жоғарғы дәрежесі көбінесе фальц аппараттардың әсерінен болады. Бұл жерде қағаз лентасы рулоннан ажыратылып, амортизациялық білікшеге қарай иіледі. Қағаз бетіндегі шаңды тазалау үшін шаң сорғыш пайдаланылады. Ары қарай лента басу секциясы арқылы өтеді. Алдымен формалық цилиндр және бір жағынан басылып басу цилиндрі арқылы өтеді. Формалық цилиндрге бояу аппараты арқылы беріледі. Одан әрі қарай 8-ші және 9-ші цилиндрлер арқылы өтіп, екінші жағынан басылады. Жылдамдықтың жоғары болуына байланысты бояу басылған лентаның арғы бетіне өтіп, келесі бетті ластауы мүмкін. Сондықтан кептіру құрылғылары пайдаланылады. Басылған лента бүктеу кесу құрылғысына барады. Бұл құрылғының воронкасында лента бойлық бағытта бүктеліп, бүктелгеннен кейін бүйір бойымен кесіліп, тағы да бүктеледі. Қажет болған жағдайда лента бойлық бағытта дискілі пышақпен кесілуі мүмкін. Ротациялық басу машинасының воронкасында бүктеуді газет басу процесінен көруге болады. Алдымен машинаны және басу қағазын жұмысқа дайындайды. Газеттік қағазды алдын ала кеспейді, яғни рулон күйінде басылады. 100 000 таралымды газеттің бір нөмірін басу үшін осындай рулондардың 5-еуі қажет. Алдымен машинаның рулон қондырғышына рулонды орнатады. Машинаны жұмысқа дайындап, бояу аппараттарын бояумен толтырып, басу формаларын формалық цилиндрлерге орнатып, келтірмелеу операциялары орындалады. Газетті қағаз кәдімгі офсеттік қағаздан жұқа, әрі жеңіл, екінші қайтара өңделген болады. Яғни қағазды даярлау кезінде ешқандай ағартқыш қоспаларсыз жасалады. Бұл бір жағынан тиімді әрі экологияға зиянсыз. Газет мерзімді басылым және қысқа уақытқа қолданысқа арналған өнім болғандықтан, қағазының сапасының жоғары болуы шарт емес. Сонымен басу аппаратында рулонға берілген ақпарат басылып, келесі операциялар басылған рулонды парақтарға кесу және бүктеу жүзеге асады. Бүктеу операциясы ротациялық машинаның воронкасында орындалады. Кесілген парақтар тасымалдау жүйесінің көмегімен машина воронкасына келіп, бүктеліп, міне воронкамыз қабылдау үстеліне дайын газеттер транспортерлардың көмегімен беріледі. Бүкіл процесс автоматтандырылған. Процесс жүріп жатқан кезде газеттің сапасы, түстердің, мәтін мен бейне суреттердің дұрыс орналасуы тексеріліп, бақыланып отырады. Себебі мәтін бүгілім сызығына түсіп кетуі мүмкін, ал ондай өнім жарамсыз. Сонымен қатар қабылдау үстелінде шектеуші орнатылған. Онымен әр өнімнің белгілі бір санын бөліп алып отырады. Мұндай әрекет өнімнің таралымы көп болғандықтан жинақтап орап буға ыңғайлы. Үйге тапсырма: дәріс жазу, ротациялық машиналардың бүктеу аппараттары туралы қосымша мәлімет жинау.